Бұл енді Сарайшық музей қорығы Атырау облысы бойынша бір ерекше орындардың бірі. Себебі бұл орындардың қасиетті болатын себебі бұл біздің өткен еліміздің, халқымыздың тарихы осы Сарайшықта тұнып жатыр десек те болады. Себебі осы Сарайшықта қазақтың алғашқы хандары жерленген. Бұл тікелей Ноғай ордасы мен Алтын орда мен қазақ хандығымен біте қайнасып жатқан өлкедегі ең қасиетті, ең киелі жерлердің бірі. Бұл Сарайшыққа көптеген шетелдерден, алыс жақын шетелдерден келген қонақтар әрдайым да біздің еліміздің тарихымен танысады. Сол тарихын жазу барысында бұнда көптеген азаматтар осы Сарайшықтың тарихы туралы бірнеше монографиялық еңбектер жазды. Енді бұл Сарайшықта тарихына кеңінен тоқталатын болсақ, бұл музейдің басында тұрған алғашқы музейді ұйымдастырған, Сарайшықтың қасиетін білген, осы жас ұрпаққа мәңгілікке керек екендігін түсіндірген осында қарапайым мектептің мұғалімі Мұстажап Намазғалиев деген ағамыз. Мұстажап Намазғалиев ағамызды мынау орталық Алматыдағы кітапханада бұрынғы Махамбет ауданының Малды өңір газеттеріндегі 50-ші жылдардан кейінгі 60-ші, 70-ші жылдардағы сандарында Мұстажап ағамыздың көптеген осы Сарайшық туралы мақалалары жарық көрген. Біз оларды кезінде теріп, жинап, оны жарыққа шығаруға тырыстық. Шынына келгенде, ол кісінің жазған мынау мақалалары сол кезеңдегі Сарайшықтың тек қана сол кездегі облыс көлемінде емес, республика көлемінде емес, ол Москва ғалымдарында қызықтырғанын білеміз. Оның айғағы, мынау Москвадан, Ленинградтан археолог ғалымдар келген, соның бірі Галкин деген археолог келіп, осы Сарайшықпен ерекше танысып, осы Сарайшықта қазба жұмыстар жүргізген. Бұның барлығы сол Мұстажап ағамыздың сол тікелей Москвадағы археологтармен байланысының көрінісі деп есептеуге болады. Себебі осы елдің тарихын насихаттауға, соны елдің кейінгі ұрпаққа қалдыруға мынау Мұстажап Намазғалиев ағамыздың еңбегі ұшан теңіз. Бізді көз қуантатыны осы музейге келгенде сол Мұстажап ағамызға арналған бұрыш бар екендігі. Себебі оның еңбегі кейінгі ұрпаққа, кейінгі жастарға, кейінгі балаларға үлгі өнеге болып қалмақ.